Че, пьяный или че? Не понимаешь язык? Түсінбеймін орысшаны. Қазақша айтса, қазақша. Қазақша айтса. Сейчас, подожди. Қазақ тілінде айтса. Мен ақшаны төледім ба? Дәретке отыруыма болатын шығар? Сейчас. Болды, шақыра бер. Так, мен Теміртау қаласына қонаққа келдім. Мынау Теміртау қаласының базары. Әжетханасына кірдім. Әжетханасына. Мына жерде қазақ тілінде жазылмаған. Қайсысына кірерімді мен білмедім. Араға МЖ деп жазып қойған. Мына жерде еркектер деген жазылу керек. Е әрпі. Ана жерге әйелдер деп жазу керек. Бұл жерде жоқ. Қайсысына кірерімізді білмейміз. Сондықтан мыналарға бір нәрсені айтады, біз оңтүстік Қазақстаннан келдік. Орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілінде сөйлейді. Мен түсінбей жатырмын, бірақ не айтып жатқандарын бұлардың. Аудармашы бар ма? Аудармашы? Қазақ тілінде маған түсіндіретін, қазақ тілінде сөйлейтіндер бар ма? Аударып берсіңдерші маған. Сейчас подожди, объясню. Мен ешнәрсені бүлдірген жоқпын. Ақшасын төледім мына жерге. Ішке кірдім, маған шық дейді. Соны түсінбедім. Стой. Маған қазақ тілінде айтсаң, мен кетемін. Қазақ тілінде айт маған. Сейчас. Мемлекеттік. Қалай деп айтады? Государственный язык. Дұрыс айттым ба? Не понимаю государство. Мен де түсінбеймін сендердің онда. Мен де сендерді түсінбеймін. Да ёпки, все вот это. Сейчас. Он стоит, требует начальника, говорит, это казахский язык, это государственный язык, короче, разговаривайте с ним на казахском. И я не могу понять, что он хочет. Мы его не выгнать не можем, не запустить, он встал, стоит, требует начальства и так далее. Усена позвал, он говорит, я занят, говорит, выкини его. Я говорю, как выкинуть, человек прилично. И я-то не понимаю ничего, что он делает. Он поссал, все стоит, на телефон меня снимает в данный момент. Говорит, надо разговаривать на государственном языке. Я не разбираюсь, не понимаю, что он хочет. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Не болды, түсінбедім. Мен де сіз түсінбеймін. Түсінбедім. Қателесесің. Мен националист емеспін. Мен Қазақстанда тұрғаннан кейін, мен өз тілімді білгеннен кейін, мен орыс тілін білмеймін. Сен қазақ екесің ғой, кім? Сен қазақша біледі екесің ғой? Қазақ екесің, қазақ екеніңді белгілі болып тұр ғой сенің. Жоқ, тыңдасай сен кім? Мына жерде жазылып тұру керек қой негізі. Әйелдер, еркектер деп жазылып тұру керек қой. Кім? Сендер неге сондай әңгімені айтасыңдар, кім сендер? Жоқ, сен неге ондай әңгіме айтасың сен? Осы жердің нанын жеп отырып, суын ішіп отырып. Неге ондай әңгіме айтасың? Маған дебил деген әңгімені айтады, мынау. Ол аудармасы не екенін мен білмеймін. Кім айтты мені ұлтшыл деп? Мен өзім немді... Кім? Сен әңгімеңді жөндеп айттым. Сен қалай басшы болып істеп жатсың бұл? Фамилия аты жөніңді айтшы. Фамилия аты жөніңді. Фамилия аты жөні кім мынаның? Бастықтарың ба? Начальниктерің ба? Фамилия аты кім? Білмейсің ба? Қалай білмейсің сен өзің начальнигіңді? Я русский, видите. По-русски мне скажите, я вам... Қалай? Шақыра бер кім? Жаза бер. Шақыр. Неме, қазақ тілінде сұрасам сол немене? Ұлтшылдыққа жата ма? Қазақстанда тұрды ма, қазақ тілін білу керек.
Дәл қазір шақыр маған десең. Дәл қазір шақыр. Мен базардың ішінде жүрмін осы. Мә.